Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. Биыл ел тәуелсіздігін алғанына 29 жыл. Тәуелсіздік қасиетті де киелі ұғым. Тәуелсіздік күні еліміздің барлық азаматтары үшін орны ерекше мереке. Себебі осынау қуанышқа толы күнді ата-бабаларымыз ғасырлар бойы армандап күтумен өтті. Арнаулы кітапхананың Мәңгілік елімнің бесігін тербеткен тәуелсіздік атты виртуалды кітап көрмесін назарларыңызға ұсынамыз. Бірінші бөлімі тәуелсіздік жылдары деп аталады. Көрмеге Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тәуелсіздік дәуірі атты кітабы қойылды. Бұл кітабы тарихи публицистика жанрындағы жазылған, ол еліміздің жаңа тарихы мен оның ертеңіне деген автордың көзқарасын танытады. Егемен мемлекеттің негізі қаланған күннен бастап оны қалыптастыру кезеңдерінің ерекшеліктері тәуелсіздік дәуіріндегі ішкі және сыртқы сын-қатерлерді еңсеруге байланысты қабылданған шешімдердің мән-мазмұны мен тетіктері егжей-тегжей баяндалған. Тәуелсіздіктің 10 жылдығына орай тәуелсіздік шежіресі атты кітабы қойылды. Авторы Сауытбек Абдрахманов. Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздік белестері атты кітабы. Тәуелсіздіктің 20 жылдығына Қазақстан тәуелсіздіктің 20 жылы жаңғырту мен инновациялар жолы, тәуелсіздік жылдары фотоальбомы және балаларға арналған энциклопедия «Менің отаным тәуелсіз Қазақстан» атты кітаптары қойылды. Екінші бөлім желтоқсан азаттық хабаршысы тәуелсіздік таңы деп аталады. Ғасырлар бойы аңсаған азаттықтың ақтаңына жету оңай болған жоқ. Қазақ елінің еркіндігі, бостандығы жолында жан беріп, жан алысқан талай көтерілістер мен қан төгістер болды. Солардың бірі 1986 жылдың желтоқсан ызғары әлі де санаңды сарсытады. Сол алмағайып тұста жаппай бас көтерген қаншама жастың тағдырына балта шабылды. Бастарын бәйгеге тіккен, бүгінгі жайма-шуақ күндерді көре алмай кеткен арыстарымыздың рухына тағзым ету, әрдайым ұмытпай еске алып отыру парыз. Бөлімде Мұхтар Шахановтың желтоқсан эпопеясы, Қайнар Мұнар Тәбеевтің қазақтың желтоқсаны, желтоқсан жаңғырығы, Болатбек Төлепберген біз білмейтін желтоқсан және қасиетті желтоқсан атты кітаптары қойылды. Үшінші бөлім тәуелсіздік кезеңдері. Тәуелсіздік бұл жасампаздық дәуірі. Қазақстан тәуелсіздік жылдарында негізі 4 кезеңнен тұратын үлкен жолдан өтті. Бірінші кезең тәуелсіз мемлекеттің қалыптаса бастауы. Екінші кезең мемлекеттілікті нығайту және дағдарысты еңсеру. Үшінші кезең өрлеу және әлемдік дағдарыс арқылы әрі қарай алға басу. Төртінші кезең жаңа жаһандық ахуалда қалыптасқан мемлекет. Бөлімде тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың хроника диарности атты кітаптары қойылды. Төртінші бөлім тәуелсіз Қазақстан және тұңғыш президент. Біз еліміздің жаңа тарихындағы маңызды белеске жақындап келеміз. 1991 жылы 16 желтоқсанда арнайы заң қабылдап бүкіл әлемге Қазақстан тәуелсіздігін жариялады. Тәуелсіздік жылдарында төл конституциямызды қабылдап, шекарамызды шегендедік. Арқа төсіне елордамызды көшіріп, мемлекеттік рәміздерімізді бекіттік. Төл теңгеміз айналымға түсті. 30 жылға жуық уақыт бұрын бабаларымыздың ғасырлар бойы аңсаған арманы орындады. Осы уақыт ішінде Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен еліміз әлемдегі беделді әрі орнықты мемлекетке айналды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2019 жылы 12 маусымда өзінің президенттік қызметіне кірісу рәсімінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бүкіл әлем мойындаған даму моделін жасады. Қазақстанның көк туын дүние жүзінің түкпір-түкпіріне желбіретті. Елбасы қазақ мемлекетінің негізін қалаушы ұлы тұлға деген болатын. Біз тәуелсіздіктің алғашқы сәттерінің куәгері ұрпақтарымыз. Қазақ елі тәуелсіздігінің 29 жылдан бергі бар тарихы мен тағдыры да, жүріп келе жатқан жолы мен асқан асуы да, дәуірлеп өсуі мен өркендеуі көз алдымызда өтіп жатыр. Тәуелсіздік туын тігуге қаншалықты қажыр қайрат керек болса, оның құлатпай сақтап қалуға соншалықты қажыр қайрат керек. Әбіш Кекілбайұлы, тәуелсіздік тәтті сөз ғана емес, ұлттық жауапкершілік деген еді. Ендеше, баршамыз тәуелсіздікті тұғырлы ету жолында аянбай еңбек етуіміз керек.
төл мерекеміз құтты болсын, мемлекеттігіміз мәңгі болғай.